Сәлем достар, сіздермен бүгін мен Дити достар, бүгін менің каналымда Back to School екінші бөлім. Бүгін мен осындай локацияда менің Back to School'ның екінші бөлімі, ол Темудан келген заттарға обзор. Яғни осы заттардың ішінде менің мектепке арналған заттарым бар. Сондықтан тек қана мектептікі болғандықтан мен осындай Back to School'ның екінші бөлімі қылып осы видеоны сағайынып жатырмын. Міндетті түрде лайк өтікі комментарийді ұмытпаңыздар. Біз бастаймыз. Осы видеомызды ауырмай сырқамай аяғына дейін бітіріп алды. Алла нәсіп етсін және ютубқа салуды нәсіп етсін. Достар, кеттік. Мынандай үлкен, мен прям 4 басым шығатындай пакет келді. Мен мұның үшін не бар екенін білемін, потому что мен қатты күттім. Күнде қай жерге келді бұл зат, қай жерге келді деп көре бергеннен кейін уже жаттап алдым қандай заттар бар екенін. Но сіздер білмейсіздер, сондықтан обзор жасаймыз. Қазір мына жерін жұтамыз. Мына жұттым. Мынандай үлкен зат, мынау прям интрига болсын, соңынан көрсетемін. Менің ең мектепке бұлсыз бара алмайтын затым. Сондықтан мен алдымен басқа нәрселерді көрсетемін. Бірінші ол бізде осындай пакетик. Мұны біз қазір жасамыз. Еще так. Значит, сәл майыстап, ну ладно, сейчас көреміз. Қандай болып келеді екен. Так, сәл бөлі. Все. Так, қандай болып келеді екен. Мен очки! Мен очки заказываймын. Білмеймін, мынау маған ұрысқаға апайлар сияқты болып қалатын сияқтымын. Қазір көреміз, қандай болып тұратынын. Но мен қатты күттімін тоже қыста образ жасап киемін деп. Негізі бір шашымды күшті прическа жасап сөйтіп кисем әдемі болады сияқты. Сіздерге қалай? Міндетті түрде комментарийға жазып кетіңіздер. Қыста бір андай, бір қалың киім киіп алып бүйтіп барасың ғой, сол кезде прям дораманың ішіне түсіп кеткендей, прям дорамический, очень сондай кинодағыдай корейский образ шығады деп ойлаймын. Осымен. Как вам? Нормально, ба? Бірінші рет кигеннен кейін может көз үйренбей тұр, ары үйреніп кететін шығар. Но сәл маған тар сияқты. Өте кішкентай болып көрінеді былай шын өмірде ше, бір ойыншық не сияқты. Но таза нулевка екен, еш разницасы жоқ. Қазіргі өмірмен мына өмірдің очкимен өмірдің дым разницасы жоқ. Кәдімгі нулевка екені анық. Но үйреніп кететін сияқты. Күштіп тұрған сияқты. Осындай. Мынаға мен 10-нан 9 деген балл беремін. Сәл кішкентай және маған білмеймін. 70% жарастыр, 30% не очень келіп тұрған сияқты. Ол менің прическамнан сияқты. Мектепке барғанда может әдемі болады шығар, ақ қара образбен киген кезде. Сіздер қалай ойлайсыздар? Міндетті түрде комментарийға жазып кетіңіздер. От вас жду жауап күтемін. Осылай очки. Бірінші біздің покупкамыз. Так, таза жүйе қойық, былай әдемілеп ше. Екінші сатымыз, ол мынандай зат. Бұл көреміз қандай болып келетінін. Достар, мынаның барлығы, мынау бізде мынау бөлек посылка алып келген. Мынау бөлек посылка алып келген. Екеуін бір уақытта келген, бірақ мынау бөлек келген, потому что сыртынан қарасаңыздар разница бар да. А Темудің заттары Пинода сияқты емес. Каждый зат бөлек қап-қарадай қоңыр коробкаға салып жібермейді. Осылай пакетиктерге салып, общий бір мынандай пакетке салады. Мынау менде очки бөлек болып келгеннен кейін очкиді просто мен мынаның ішіне салдырып алғам. Дұрыс түсініңіздер, хорошо? Ашып көріп қойған демеңдер. Мынаны қазір ашайын деп отырмын. Бұл менің тоже мектепке тағатын затым. Бұл менде бантик, мен бұны білемін. Вау! Мынау күшті келген. Мынау прям күшті келген. Ребяталар, қараңдаршы. Мынау неге ашылмай тұр? Все, бар ашылған соң. Ана қараңдар. Вау! Мынау матасынай, күштінай. В общем, қараңдар былай ғой. Мектепте. Мынау неге шашты буғанда істеу керек, потому что менің қазіргі шаш үлгімен вообще үйлеспейді ау. Мынау көріңіздер, примерно қандай болып тұратын. Мен резинканы түспей қойған жоқпын еще. Еще әдеміленіп тұру керек қой негізі. Мынау прям күшті кететін, бірінші сентябрь осыны тағам походу. Күшті образ жасап ше, осыны тағып алам. Менде зат көп болса образ күшті шыға береді. Аксессуар это бірінші орында, достар. Қараңдаршы, мен аға 10-10 қоямын. Но сәл непонятно болып тұр да маған. Неге мынау резинка андай қатты ашылмай тұр деген секілді сұрақ болып тұр. Және түрі сәл мыжылып қалыпты, сол үшін мен 10-дан 9 балл қоямын. Прям 10-10 емес. Но походу білек кигеннен әдемі кетеді. Мынаның уже өзі әдемі батыр. Потом еще ол өйстіп салдырап тұрады. Магазинге адам кетті. Так, кеттік достар, адам кетті. Енді келесі затқа көшеміз. Қазір шегінде осы екі затынан екеуі де мектепке прям әдемі елестетін заттар. Ақ қара түсте. Өзі тамыз айы осындай ақ қара түстен тұрады ғой. Так, келесі заттар. Таза жерде тұру керек барлығы. Новый заттар. Ана типа, мына жер бізде кафедегі стол болғаннан сәл не болып тұр да, бір айғыз болып тұр да. Мынау ақ түсті бантигім кіріп қала ма деп жатырмын. Келесі зат. Ол бізге мынандай зат. Үлкен заттың астына қойып, қандай заттар соларды алып жатырмын. Вау, мынаның да качествосы прям темір болып күшті болып кетті. Вау. Сейчас откроем. Вау. Ой, мынау неге мынандай? Все. Вау,
мына қандай вешалка дейсіңдер. Мынаны бүйтіп тұрып қоясың. Мына жерге екі кепка алып қоямын. Менде екі кепка бар. Сосын мына жағына белдік істеп қоямын. Менде жеті ма белдік бар. Оны керек еместерін тастап, уже бұзылғандан тасталып. Сосын кепканың қасына сумка іле салуға болады. Мамада сумка көп салады. Прям әдемі болып тұратын сияқты. Бізде барлығы киімдерін анау киімдер іліп тұрады, соның астына сумкалар тұрады. Маманікі соның барлығын жинап осыған іліп қоятын сияқтымын шығармын. Білмеймін, не ілетінімді білмеймін, мынау көреміз. Примерно Тему өзі ілетін нәрселерді көрсеткен, соларды ілетін боламын. Үйде бар ол заттар тоже. Ілгенімді келесі блоктарымда бір прям іліп жатсам көрсетемін. Мына мамаға кейіннен көрсету керек. Мынау прям жылжымайтын андай қалай. В общем, күшті андай бір ілген жерінен жылжымай тұратындай мата екен, не екен, мата дейма, материал екен. И мынау прям темір күшті мынау. Вау, мынандай алсаңыздар болады, мен бар болған 298 теңгеге сатып алдым. Мен еще Тремудың покупателімін да, андай қалай, супер покупателім. В общем, көп алатын покупателім болған, маған көбіне арзан керек Тремуд. Кейде қымбатшылық жүреді. В общем, бәрібір сол баға шығып кетеді. Мен Темуға сол баға жағынан қатты ренжимін. Тему егер көріп отырсаң, өзімнің көріп барлығын деп. Мынандай менде крабик. Мен мұны тоже самый қатты күттім. Мектепке тағадым. Қазір Человек-паук хит болып жатыр. Бірақ мен Человек-паук хит болып жатқаннан емес. Жалпы осы паутинаның стилі маған қатты ұнады. Еще темір, еще серебристый. Жалпы күміс әшекейлер таққан кезде образыма әдемі кетеді. Маған қатты ұнап тұр. Маған 10-10 деген маған. Но мен сәл дәу болады деп ойладым. Онан 9 беремін тоже. Потому что суретте сәл дәурек көрсеткен. Сондықтан бұл живой да дәу болу керек деп ойлаймын. Потому что мен егер бұл кішкентай болатын білгенде заказ бермейтін едім. Менің шашым өте қалың. Сондықтан мынау ұстамай қалуы мүмкін. Сол себепті мен өте дәуін и қаттысын берген тұғымын. Но базар жоқ, қатты темір бүйтіп ұстап қалсаң батып кететін не екен, еще ашылып сәл не екен. Күштеп істейтінше осындайлар күшті ғой. Но жаңағыдай сәл фигурасы кішкентай болып тұр. Мен по плану мынандай қылып берген тұғым. Но ол мынандай қылып келді. Ладно, онан толғыз. Әзірше барлығына жақсы баға беріп келе жатырмын деп ойлаймын. Сосын мынандай зат, бұл бізде тіс. Осылай заказ беріп көрейік дедік. Осы прям Темудың инстаграмда хит болып жатыр екен. Сондықтан онысын заказ беріп көрейікші деп 800 теңгемізді қиып заказ бердік. Бұл тісті ағата ма, әлі тістің орнын ауыстыра ма бірдеме. Қараңыздар. Мынандай өтсің, по-моему, күшті, да? Күшті екен. Күшті сияқты. Инструкциясына қарап істеп көреміз. Білмеймін, бірақ нақты бұның не зат екенін. Но көреміз, хорошо? Көреміз. Походу, жоқ тістерді орнына келсек, или сондай бірдеме. Көреміз. Әзірше баға бермеймін, но мамам кейіннен бірге баға береміз. Но оны видеоға түсіре ма, түсірмей ма білмеймін. Бұл мамама анайлап берген зат. Мамам қалауымен деген. Инстаграмнан көріп қалдық. Солай. Келесі өте үлкен затым. Жағынан мен қатты күткен. Осыны шай, долгожданный ішінде все, ештеңе жоқ. Прям дымда жоқ. Енді мынаны ашамыз. Пакеттің ішінде пакет болып тұрған. Енді мына пакетті ашамыз. Ойбай, бұның ішінде бір пакет шықты ғой. Уже түсініп жатқан шығарсыздар, бұл менің Мексикаға арналған сөмке. Осы жолы былтыр канцтоварларымды, канцелярияларымды Темудан берсем, осы жолы сөмкемді беріп көрдім. Және бір киім бергенмін, оны алда көресіздер. Ол осы жолы келген жоқ, алдағы видеоларда может көресіздер. Вау! Маған прям күшті елесетін сияқты, мына жері күшті кожаный, мынау кожа. Ешкімде жоқ, менде ғана бар ерекше прям. Еще мынаны бір қызығы, маған сәл ұнамады, но ұнамаған жері осы артынан салатыны да заттарды. Но может осында күшті шығар. Апайлар сумка тығып қоясың, телефон тығып қоясың осы жерде. В общем, маған прям күшті сыйымды сияқты заттармен күшті сияқты. Я так думаю, и солай болғанын да қалаймын, потому что біздің ағылшын кітап өзімізден 2 есе дәу кітап, сондықтан сол кітап Excel'дің жай барлықтарында бар шығар. Сол кітап сыйса болды қылған барлық сияқты. Сол кітап сыйса файлдарында сияқты, в общем, барлығы сияқты. Екі жағынан екі қалтасы бар. Артына осындай бір қалта, алдында мынандай бір қалта. Бұны осы жерде телефон тұруға болады, бірақ мынаны сразу көріп қояды апайлар. Басқа қандай шетке тықса болады телефон. Анау видеода көп қалтасы бар сияқты көрсетіп еді. Шын өмірде анандай қалта ма бірдеме? Еще бұл сумканың бір ерекшелігі, былай артынан екеулеп ұстай аласың. Барлығы кожа. А мыналар андай материал, бүйтіп дейтінше, сондай материал. Сосын мынандай ремешок бар. Бұны мынандай екі шетіне тағып. Тағылайын. Осыдан екі шетіне тағып, бұны былай да ұстай аласың. Бір қызығы сондай. Но маған бойынша арқаға ұстаймын мен. Но кейде енді болып қалады ғой, бір арқаны тауып кеткен кезде солай ұстап алуға болады. Мынаны осылай салбырап жүрсең алып тастасаң да болады, бір жақсы алып тастауға болады екен. Және осындай брелогы бар. Мен фотода көрген брелог. Ол брелог болғанда осы жерде тағып келу керек тұғын, или ол алым салынатын көрсету үшін естіп келді ма білмеймін. Өте әдемі осы брелогпен, бұны мен қыста тағып аламын, пушистый қылып. Пеналыма тағып алсам болады. Жалпы маған брелог деген қатты ұнайды, сондықтан өте әдемі үйлесіп тұр деп ойлаймын. Қандай арқама ұстасам да өте әдемі. Мынаны кітап салсаң, уже формасы келеді, анау жиналып келгеннен кейін, вакуум сияқты болып келгеннен кейін осындай болып тұр. Базардағы сөмкелерінде осындай болады, так что тиіспен өтем оға.
Ошемосунай. Нече жемшиктери бар. Мага катты унады. Бүгүнкү өз покупкаларым баардыгына ондан 9 деген балл берем. Мынаган ондан 10 деген балл берем. Как я хотела и как приехал. Былтыр менде сәл бұдан кішкентай ма сумка болған. Оған кітаптарым сыймай майысып, файлдарым быт шығып, түрі кетіп сондай болған тұғын. А мынау уже сәл нормальный сияқты. Еще чуть квадратичный. Бұл да бізде корейский стильде. Мен қатты Кореяға қызығып жүрмін. Сондықтан осы корейский стиль өте жем көрінеді секілді. Күшті. Вообще сондай. Мен бүгін осы покупкаларыма тоже самый бақыттымын. Лайк подписка комментарийді ұмытпаңыздар. Осымен бітті видеом. Мына заттарға сіздер қанша баға бересіздер? Міндетті түрде комментарийға жазып кетіңіздер. Сосын менің арманымды орындап 1000 тіркелушіге қыркүйек айы біткенше бірге жетейік. Всем пока!